Үйге апарып. Сөйтіп кетсек Асеке, фото. Ассаламалейкум. Бүгін кезекті аңшылыққа шықтық. Тазылармен. Асекең ауылдан тазылары келді. Так, анау Белес, атын ұмытып қалдым ғой. Белес, Бико. Сосын қазына. Міне. Ағаш көсетін соған қарай бақытпен жоқмыш, барата дейміз. Әтшен шарлайды. Бізге түсетін иттер әні. Қазына тамыл таппайды. Мынау күшік болса да, мынау нәйді. Мынау көкарлан. Алла қалса көреміз. Асеке екеуміз тағы да. Бір дем алып қайтайық. Қояндар шығып мына қырға қарай қашта шіркін. Оқтап алдық мылтықты. 4 без контейнер. Қырғауылға қоянға жақын жерден нормально дариды. Так, қайда қояндар іздейік. Мұның арасында жатады қояндар. Тығылып. Ау. Асекеңнің шет жағымен жүріп отырады, тазылармен айтақтатып, мен орталарынан жортып, ортасынан Асекеңе жіберіп отырам. Бұйырса, мыналардың араларынан шығу керек қоян. Борсық кездессе, вообще тамаша болады. Міне қазына. Өте жүйрік, өте пысық. Аңыз деген кезде. Тәжірибесі мол тазы. Қаншама қоян алған. Кепкен қураған ағаштар көп екен. Мұнда. Алла қаласа. Қыста шашлик жасаймыз. Қоянды аулап, отқа пісіріп, көреміз қояндарды іздеп. Мыналардың арасымен қашса қоян тазыға алдыртпайды. Жазыққа қарай шықса алдырып қалу мүмкін. Түйдіп қойны ердің бәрі қайда кіріп кеттік. Туалеті. Борсықтың туалеті деген міне мынандай болады. Бір орынға түшады. Әрдайым бір орынға түшады. Міне мына жолмен келеді. Осы жолмен өтіп бара жатады да, күнде жүреді осы жолмен. Сосын бұрылады да келеді да, міне. Мына жерге бір орынға түшеді. Борсықтығын содан білуге болады. Бүйтіп қарасандар, қоңыз. Сондайлар жеген міне, қоңыздікі. Ерді жұмыртқа жеген. Бір құстың жұмыртқасын біленгесін жеген. Қаздікі бұл. Технично ворует, значит, Борсық бар.
Алла қаласа борсы қаламыз қазір міне. Мына жерден ерсе міне. Ауылдың қазын жеп жүр ғой. Сол ауылдың қазының жұмыртқасын ұрлаған ғой шамасы. Көкарлан. Міне. Тазының төресі. Нағыз ауылдық жерде жүрсе тамаша тазы болады. Менде вольерде қамалып тұрады. Көп шығара беруге мүмкіндік жоқ. Соның өзінде қояндарды алып береді. Бүкіл қоянды алып бермесе де бұйырған қоянды алып береді. Жақсы жүгіреді өте. Ауылдық жерде постоянно атпен жүретін тазы болса, мықты тазы болады негізі. Мынау соның баласы. Күшік әлі. Мынау қазына. Өте мықты тазы. Жұмысты жақсы жұмыс істейді. Мынау белес. Кезекпен кезек киіп жатыр бәрі. Белес, неше жастасың сен? Тазымен айналысып жатқанымызға 5 жылдан асты міне. 5 жылдай болды. Асекең келе жатыр. Құрығыменен. Міне нәйді. Грейхаунд ұстақ көрейік деп тазыменен бірге грейхаунд ұстақ көріп жатырық. Міне, Қайрат ағама рахмет. Мынандай грейхаунд сыйлағанына. Өте мықты жүгіреді. Жүйрік. Көреміз. Келе салып маған қуантып жатыр. Өзің жұмыс істеп тұрған грейхаундын берді ғой. Ау! Қайерде? Оның ішіне шығу керек қояндар. Міне мыналардың арасында жатады. Аңшылықты енді бастап жүрген бауырларымызға үйретіп жатырмын. Сойтым. Қоянды іздесең, табылмайды бірақ. Өзің әңгіме айтып, бөлек бірдеңе ойлап кетсең, атып шығып қашады. Екі сағаттай тала кездік, тым кездеспеді. Қазір орын ауыстырамыз, машинаға барамыз. Көлдің ар жақ бетін сояқты қараймыз. Сояқта да қояндар көп тұғын. Сояқ бетінен кездесіп қалу керек. 2 сағат жүрдік, шаршадық. Тым қоян кездеспеді. Бір түлкі көрдік, жылт етіп қашты. Тазылар көрмеді, таба алмады. Шилердің ортасына жаңағы тоған неден тоғайдан. Сол қалған ар жақ бетке барғасын түсіреміз. Тым кездеспеді, в общем. Ал бисмилля. Екінші жаққа келдік. Өзеннің екінші бетіне. Өш жерлерді аралап көреміз. Ар жақ беттен дым қоян кездеспеді. Аяқ бетінен кездеседі деген ойдамын. Кәссаған.
Мына қызылды көріп тұрсың, мына қызыл талшы, мына сол жағында тұр ғой. Сосын мына оң жағында қаралау, қоңырлау тұр ғой. Тура соның астына барып қонды, ар жағына барып, астына барып қонды. Мына жерден шықты мен. Короче, ана дөу талдардан кейін содан бейінгі қызыл талды айтыпсың ғой сен, иә? Көрейін жолмен барып ақырын тықырлатпай. Bismillah, Allahu Ekber. Таста. Ей, әкел. Әкел болды. Ай, молодец. Бауырым. Әттеш. Міне әдем тауық. Бірінші рет алып тұрмын. Ау! Öbeğimizden uçup şaşattı. Ай, красавчик. Живой, да, еще? Бірінші рет алып тұрмын мынандай. Кәдімгідей. Уже. Бауыздап жүр енді. Әкел. Сен өзім шәрмен бауыздап. Бисмилля, Аллаху Акбар. Дамаскпен бауыздап жүрем, бисмилля. Міне қырғауылдың әтешін алдық. Бірінші рет алып тұрмын. Кішіректерін алғам, бірақ енді искендер табындар осы істі. Ей, тоста! Қазына екен ғой, мен көк деп ойласам. Ей, тоста! Әдемі құртпа, күшті фотоларымда. Бисмилля, Аллаху Акбар. Міне, шағымыз қанды отыр. Таста. Міне Дамаск. Ванадис ба? Ванадис 8. Асекең сыйлығы. Міне. Аңшылыққа алып шықтық. Кімге ұнаса? Қандауыз дейсің ғой. Иә, хабарласыңдар. Ссылкасы описаниеда болады. Instagram, YouTube канал. Әдемі пышақтар бар. Свежий екен, қатпаған. Көбісі кеуіп қойған. Қап-қара біреуін алайын, дәмді. Міне қап-қаралар. Дәмі жоқ па? Кіші-кіші.
Аллаху акбар. Кел. Ай, қазда молодец. Бисмилля, Аллаху акбар. Екінші фазан. Екінші қырғауыл. Рахмет. Алла тағала деймін қылып көргенде. Бисмилля, Аллаху акбар. Мен қоян қашты ма деп ойладым. Сөйтсем қазын екен ғой жүгіріп өткен, Мынаның ішінен шықты тура. Мына жерден шықты, ана жерге гүрс еткіздім. Қазының арасынан барды сыра тұр. Қау болды ма? Аха. Ал, осымен аңшылық аяқталып қалды. Екі қырғауыл алдық. Екі қырғауыл. Қоян алмадым, қоян көрмедім бүгіндікке. Бір-екі қоян былай жылт-жылт етіп талдардың арасынан көрдім. Бірақ тазылар дұрыстап қуа алмады. Асекең көрді, 3-4 қоян көрді. Бірақ ол уақытта тазылардың бәрі менің жанымда тұғын. Мен ортаға қарай кіріп кеткенмін. Сонымен бұйырмады. Қоян аламадық. Тазылар бой жазып дұрыстап қуа алмады. Мына қалың тоғанның ішінен қуды бір-екі рет ондай жерлерден. Оның ортасынан алу қиын. Алдыртпайды. Енді бір бұйырған бір қоян болмаса, бұл негізі 90% алдыра қоймайды. Мына шамалы былай қарай. Мына жазыққа қарай шықпаса. Жазықта қояндар аз. Сонымен тоғанның ортасына қырғауылатуға кіргем. Сонымен сол екі ортада Асекең 3-4 қоян шығарып тастапты. Бірақ тазылары болмай. Бұйырмады, не керек қоян. Сол екі қырғауыл алдық, үлкен. Жақсы демалыс болды. Сол каналға тіркеліңдер. Не айтайын? Комментарий жазыңдар. Лайк басыңдар. Сол қыс бойы Алла қаласа жақсы видеолар шығарам әлі. Қоянға бізге қалай түсу керек, қоянды қалай табу керек, қай жерлерде жүреді. Соның бәрін Алла қаласа көретін боласыңдар. Бұл тазылар, күшік тазы шаршады. Ермей жаңағы қалының ортасынан. Ергісі келмей шаршап болды. Тазыларды зорықтырып жібердік. Қалың ши, ананың орталарының бәрі кәдімгі ит мұрын, тікен, аяқ, қол бәрі қанған болды. Бетімін, қолдың бәрін сырт тастады. Сол тамаша аңшылық болды. Тамақ алып шыққанбыз үйден. Тоқтап бір жерден жеп аламыз деп ойлағанбыз. Бірақ не керек, тамақ жейтін уақыт болмады ғой. Машина айдалада қалды. Біз басқа жақта. Қазір тамақты ұрып аламыз да үйге қайтамыз. Сол қуанып келе жатырмық.